Файлдарды жылдам жүктеу үшін біз торрент деген бағдарламаны орнатамыз. U torrent.com. Басқа сайтқа кірмейміз. Ресми сайты uTorrent кіреміз. Free download. Мына жерде ақылы түрде нұсқаларын бар. Біз тегін нұсқасын таңдаймыз. uTorrent инсталлерді орнату басталды. Осы жерде назар аударамыз. Әр қадамды басып next басып қарап отырамыз. Кей кезде жарнамамен басқа бағдарлама орнатып кетуі мүмкін. Бұл жерде келісім, пайдаланушы келісім шарты келісеміз. Мына жерде біз Яндекс браузер орнатайын дейді. Біз келіспейміз. Антивирус орнатамыз дейді. Бізде антивирус бар, және де біз RAF антивирусын қолданбаймыз. Жұмыс үстелінде пуск құралдар тақтасында ерік қосайын ба дейді. Жарайды, қосамыз. Торрент орнатылды. Торренттан сөйледі, қараңыздар, мынандай. Арасында осындай жарнама шығады, біз жауып тастаймыз. Бізге, мысалы, маған қазір керегі Ubuntu операциялық жүйесін көшіру керек. Мен ISO архивтелген нұсқасын көшіре аламын. Немесе торрент арқылы көшіре аламын. Ол үшін мен не істеймін? Торрент файлын көшіріп аламын. Торрент файл дегеніміз 356 килобайт, қарасаңыздар. Бұл операциялық жүйе бізде 4 гигабайт. Бірақ торрентті қай жерден көшіру керек туралы ақпарат мына торрент файлда болады. Торрент файлды ашамыз. Бізде торрент файл ашылмады. Біз торренттің өзін ашып керек тікелей. uTorrentқа кіреміз. Так, мына жерде шығар. Файл, добавить торрент. Бізде загрузкада тұр. Ашамыз. Енді автомат түрде қарасаңыздар, менде барлық файлдар енді D дискісіне жүктеледі. Қосам. Торренттар тізімінен қарасақ, қазір жүктелу басталды. Әзірге 145 килобит секунд. Қазір жылдамдығы артады. Соны көрсетемін. Қазір кезде жылдамдық 4 мегабит секундке дейін өсті. Бағана 2 күн көрсетіп тұрса, қазір 30 минутте ғана уақыт алып тұр. 4 гигабайтты 30 минутте көшіп беремін дейді. Әлі де жылдамдығы артуда. Меніңше қазір 5-10 минутте біз 4 гигабайт операциялық жүйені ISO нұсқасын көшіреміз. Жүктеу аяқталды 5 минут уақыт аралығында. Дәл осылай торрентпен қолданамыз. Торрент қолданып болғаннан кейін